Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 85-ші бетіндегі номері 206-шы есепке назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар, жарай ма? Кәнеки бастайық. Қосындының бөлінгішті қасиетін пайдаланып, өрнектің мәнін табыңдар. Балалар, бізге бірнеше өрнек берілген. Осы өрнектердің біз қосындының бөлінгішті қасиетін пайдалана отырып, жауабын табуымыз керек. Ендеше, бірінші қосындының бөлінгішті қасиеті дегеніміз не еді? Соны есімізге түсіріп алайықшы. Егер қосылғыштардың жеке-жеке әр қайсысы осы берілген санға бөлінсе, онда қосынды да осы санға бөлінеді дейміз. Демек, біріншісіне бастап жазайық. Бірінші, алдымен берілгені жазып алайын. Жақшаның ішінде 84 қосылған 28 бөлінген 14 тең болады. Балалар, жеке-жеке қосылғыш дегеніміз 84 пен 28. Осы екі қосылғыштың әр қайсысы 14-ке бөлінетін болса, онда осы қосындының мәні де 14-ке бөлінеді деген сөз. Ол үшін алдымен 84 пен 28-ді көбейткіштерге жүктеп алу керек. Кәнеки, 84-ті мен балалар 14 пен 6-ның көбейтіндісі деп алайын. 14 көбейтілген 6 қосылған, ал 28-ді 14 пен 2-ның көбейтіндісі деп аламын. 14 көбейтілген 2 бөлінген 14 тең болады. Енді балалар, екі қосылғыштағы ортақ көбейткіш 14-ті жақшаның сыртына шығарамын. Кәнеки, 14 көбейтілген, жақшаның ішінде 6 қосылған 2 қалды, бөлінген 14 тең болады. 14 пен 14 қысқарып кетеді балалар. Мінеки, мына 14 пен мына 14 қысқарады. Бізде бөлінгіштің орнында 6 қосылған 2 қалады, ал бөлгіште 1 қалады. 6 қосылған 2-ні бірге бөлсек, 6 қосылған 2-ның өзі шығады. 6 қосылған 2 тең болады. 6-ға 2-ні қоссақ, 8. Мінеки балалар, бірінші өрнегімізді тиімді тәсілмен өрнектедік. Енді екінші өрнек. Екінші берілгенін жазып алайын. 133 қосылған 76 бөлінген 19 тең болады. Балалар, бұл жерде де алдымен жеке-жеке қосылғыштарды көбейткіштерге жүктеп аламын. 133-ті мен 7 мен 19-дың көбейтіндісі деп алайын. Қосылған, ал 76-ны 4 пен 19-дың көбейтіндісі деп аламын. Мінеки, бөлінген 19 тең болады. Енді ортақ көбейткіш бізде 19, сол 19-ды жақшаның сыртына шығарып аламыз. 19 көбейтілген, жақшаның ішінде 7 қосылған 4 қалды, бөлінген 19 тең болады. Енді жақшаның сыртындағы 19 бен бөлгіш 19-ды қысқартып тастай аламыз. Біздің бөлгішімізде 1 қалды, ал бөлінгішімізде 7 қосылған 4 қалды. 7 қосылған 4-ті бірге бөлсек, 7 қосылған 4-тің өзі шығады. 7-ге 4-ті қоссақ, 11. Мінеки, екінші өрнегімізді де есептедік. Енді үшінші өрнек. Үшінші өрнектің алдымен мен берілгенін жазып алайын. 192 қосылған 72 бөлінген 24 тең болады. Алдымен балалар, осы 24 жеке-жеке қосылғыштарымызға бөліне ме? Тексеріп алайық. Ол үшін осы қосылғыштарымызды көбейткіштерге жүктейміз. 192-ні балалар 24 пен 8-дің көбейтіндісі деп жазсақ болады. 24 көбейтілген 8 қосылған, ал 72-ні 24 пен 3-дің көбейтіндісі деп аламыз. Бөлінген 24 тең болады. Енді ортақ көбейткіш бізде 24 болып тұр. 24-ті жақшаның сыртына шығарып аламыз. Кәне жазайын. 24 көбейтілген 8 қосылған 3 бөлінген дейміз. Бөлінген 24.
Енді балалар, бөлінгіш пен бөлгіштегі 24 сандарын қысқартып тастаймыз. Мінеки, сол кезде бөлінгіште 8 қосылған 3 қалды, ал бөлгіште 1 қалды. 8 қосылған 3-ті 1-ге бөлсек, 8 қосылған 3-тің өзі шығады. 8-ге 3-ті қоссақ, 11. Мінеки, енді келесі 4-ші өрнегіміз. 4-ші, берілгені жазып алайын. 220 қосылған 88 бөлінген 44 тең болады. Балалар, бұл жерде де қосылғыштарымызды көбейткіштерге жіктеп аламыз. 220-ны 44 пен 5-тің көбейтіндісі деп аламын. 44 көбейтілген 5 қосылған, ал 88-ді 44 пен 2-нің көбейтіндісі дейміз. 44 көбейтілген 2 бөлінген 44 дейміз. Тең болады. Енді 44-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Себебі 44 бізде ортақ көбейткіш. 2 қосылғышқа да көбейтіліп тұр. Кәне жазайық. 44 көбейтілген жақшаның ішінде бірінші қосылғыш 5, екінші қосылғыш 2 қалды. Бөлінген 44-ге. Бөлінген 44. Енді балалар, бөлінгіш пен бөлгіштегі 44-ті қысқартып тастаймыз, яғни сызып тастаймыз. Сол кезде бізде бөлінгіште 5 қосылған 2 қалды, ал бөлгіште 1 қалды. Демек, 5 қосылған 2-ні 1-ге бөлеміз. Кез келген санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Демек, 5 қосылған 2 қалды. 5-ге 2-ні қоссақ, 7 болады. Мінеки, 4-ші өрнегіміздің де жауабы шықты. Енді келесі 5-ші өрнек. 5-ші, алдымен берілгені жазып алайын. 183 қосылған 305 бөлінген 61 тең болады. Алдымен жақшаның ішіндегі қосылғыштарды көбейткіштерге жіктейміз. 183-ті 61 мен 3-тің көбейтіндісі деп аламын. 61 көбейтілген 3 қосылған, ал 305-ті болса, 61 мен 5-тің көбейтіндісі деп аламыз. Бөлінген 61 тең болады. Енді ортақ көбейткіш бізде 61. Мінеки, бірінші қосылғышқа да, екінші қосылғышқа да көбейтіліп тұр. 61-ді жақшаның сыртына шығарып аламыз. 61 көбейтілген. Жақшаның ішінде бірінші қосылғыш болып 3, ал екінші қосылғыш болып 5 қалды. Бөлінген 61. Енді балалар, бөлінгіш пен бөлгіштегі 61-ді қысқартып тастаймыз. Мінеки, сол кезде бөлінгіште 3 қосылған 5, ал бөлгіште 1 қалды. 3 қосылған 5-ті 1-ге бөлсек, 3 қосылған 5-тің өзі қалады. 3 қосылған 5 тең болады. 3-ке 5-ті қоссақ 8. Мінеки балалар, 5-ші өрнектің де жауабын таптық. Ол бізде 8-ге тең екен. Енді келесі 6-шы өрнек. 6-шы, берілгенін жазып алайық. 300 қосылған 150 дейміз. 150 бөлінген 75 тең болады. Алдымен балалар, жақшаның ішіндегі қосылғыштарды көбейткіштерге жіктеп аламыз. 300-ді 75 көбейтілген 4 деп аламын. Мінеки жаздым. Қосылған, ал 150-ді 75 көбейтілген 2 деп аламыз. Бөлінген 75. Енді ортақ көбейткіш бізде 75. Мінеки, бірінші қосылғышқа да, екінші қосылғышқа да көбейтіліп тұр. 75-ті жақшаның сыртына шығарамыз. 75 көбейтілген, жақшаның ішінде бірінші қосылғыш болып 4, ал екінші қосылғыштың орнында 2 қалды. Бөлінген 75 тең болады. Енді балалар, осы жердегі бөлінгіш пен бөлгіштегі 75-терді қысқартып тастаймыз. Мінеки, сол кезде бөлінгіштің орнында 4 қосылған 2, ал бөлгіште 1 қалды. 4 қосылған 2-ні 1-ге бөлсек, 4 қосылған 2-нің өзі шығады. Енді 4-ке 2-ні қоссақ, 6. Демек, 6-шы өрнегіміздің жауабы 6-ға тең екен. Мінеки балалар, бізге берілген барлық өрнектерге қосындының
бөлінгіштік қасиетін пайдалана отырып, тиімді тәсілмен оңай әрі тез шығардық. Жарайсыңдар балалар, осымен біздің 85-ші беттегі номері 206 есебіміз аяқталды.